Барша менің аяулы достарым, оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сәбіз бен алманы қайнатып пюре дайындайтын боламыз. Видеоны өткізіп жібермей, арнадан шығып кетпей, менімен бірге болып тіркеле отырыңыздар. Пюремізді дайындау үшін құрамын экранның бетіне жазып қалдырдым. Сәбіз бен алманы жылдам пісу үшін майдалап турап алу керек екен. Менің сәбіздерім сәл үлкендеу болып кетіпті, пісуі сәл ұзақтау болды. Сәбіз бен алманы ыдысымызға салып, үстінен суымызды құйып, сәбізіміз піскенге дейін қайнатамыз. Мен бұдан пюре дайындайтын болғандықтан суды көбірек құймадым. Егер сіздерде бұдан шырын жасайтын болсаңыздар, суын көбірек құйсаңыздар да болады, достар. Менде блендер болмағандықтан пюре езетімен езіп едім. Онымен болмады. Мен енді осы ситамен езіп бастадым. Бұдан да күшті болады екен. Егер блендерларыңыз болмаса, осылай жасап көрсеңіздер болады. Сәбіздің құрамындағы ең басты компонент ол каротиноид болып табылады. Сәбізге ерекше түс және дәм беретін осы каротиноид. Ал ол болса А витаминінің қайнар көзі каротиноидтан тұрады. Сондықтан осы сәбіздің құрамында өте көп мөлшерде А витамині болады, достар. Адамның көзіне және терісіне ең керекті витамин А витамині болып табылады. А витамині мол болған кезде көздің көруі жақсарады, достар. Сондықтан сәбізді үнемі пайдаланып тұрған қажет. Ситадан өткен пюреміздің үстіне дәміне және тәттілігіне қарата қантымызды салып және бір қасық чайный ложка лимон қышқылын салып, оны араластырамыз. Дайын болған пюремізді өзімізге керекті ыдысымызға құйып қойып, холодильникте сақтауға болады. Бұны пюре емес, сок ретінде де қолданамын дейтін болсаңыздар, өздеріңізге қажетті мөлшердегі қайнаған суды үстінен құйып, қантын салып, солайынан да қолдансаңыздар болады. Бұл пюре магазиндегі агушалармен бірдей, дәл сол сияқты дәмі де. Бізде осындай пюре шықты. Магазиндегі пюрелерді балаларға алып бергенше, ол үйден қолдан жасап берген дұрыс екен. Сіздермен болған мен Гаухар, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра отырып.